Сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Біз бүгін 2-ші сыныптың қазақ тілі пәнінің 31-ші сабағын өтетін боламыз. Сабағымыздың тақырыбы дауыссыз н мен ың. Балалар, олай болса сабағымызға кіріспес бұрын менің каналыма тіркелмеген болсаңдар тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңдар. Балалар, ендеше біз бұл сабақта н және ың әріптерінің жазылу емлесін білетін боламыз, және де мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап беретін боламыз. Олай болса, 53-ші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді түсініп оқы дейді. Балалар, өлеңнің тақырыбы қандай екен? Кім немен ойнайды, я? Ендеше өлеңді түсініп оқиық. Теңізші болатын бала бұлақпен ойнайды. Жарықты жағатын бала шырақпен ойнайды. Шопан болатын бала қозы-лақпен ойнайды. Диқан болатын бала топырақпен ойнайды. Ғалым болатын бала кітаппен ойнайды. Балалар, ендеше астындағы тапсырмаларға назар аударайық. Өлең мазмұны бойынша сұрақтарды толықтыр. Балалар, бұл жерде 5 сұрақ болу керек. Бірінші сұрақты бізге беріп қойған бұлақпен кім ойнайды деп. Енді ар жағындағы 4 сұрақты өзіміз ойлап табуымыз керек. Олай болса, екінші сұраққа шырақпен кім ойнайды деген сұрақты құрастырайық. Ендеше шырақпен кім ойнайды, балалар? Бұл сұраққа жауап беруіміз керек. Бұл сұрақтың жауабын қайдан табамыз? Әрине, өлеңнен табамыз, е? Шырақпен жарықты жағатын бала ойнайды екен. Ал үшінші сұраққа қозы-лақпен кім ойнайды деген сұрақ құрастырайық. Ал бұл сұраққа қалай жауап береміз? Қозы-лақпен шопан болатын бала ойнайды. Төртінші сұрақ топырақпен кім ойнайды? Бұл сұраққа жауап топырақпен диқан болатын бала ойнайды екен. Ал 5-ші сұрақты қалай құрастыруға болады, балалар? Әрине, кітаппен кім ойнайды, я? Не болмаса, ғалым болатын бала немен ойнайды деп сұрақ құрастыруымызға болады екен. Олай болса, ғалым болатын бала немен ойнайды деген сұрақ құрастырайық, я? Ендеше оған біз қалай жауап береміз? Ғалым болатын бала кітаппен ойнайды деген жауапты береді екенбіз, я? Енді келесі осы жаттығудың келесі тапсырмасы. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Н, ың дыбыстарын өзара салыстыр дейді. Балалар, бұл өлеңде теңізші, шопан, диқан деген сөздер қарамен жазылып тұр екен, я? Бұл жерде теңізші деген сөзде біз бүгінгі тақырыбымыздағы н және ың әріптерінің қайсысы бар екен, балалар? Теңізші деген сөзде ың әріпі бар екен, я? Біз бүгін н және ың әріптерін өтіп жатырмыз, я? Сол екі әріптің ішіндегі ың әріпі осы сөзде бар екен. Ал шопан деген сөзде осы екі әріптің қайсысы бар екен? Н әріпі, шопан. Ал диқан деген сөзде, ол сөзде де н әріпі бар екен, я? Келесі біздің жаттығуымыз 54-ші жаттығу. Сөйлемді көшіріп жаз дейді. Ең әуелі сөйлемімізді оқып алайық. Жеріміз кең, кені де мол. Балалар, олай болса, осы сөйлемнің тыныс белгілерін ескеріп отырып, дұрыстап, дәптерімізге көркем түрде, ұқыпты түрде жазайық. Жазып болғанша видеомызды тоқтатып тұруларыңа болады. Жазып болған соң видеоны қайтадан қосып, тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ал балалар, енді жазып болған болсаңдар, тапсырмаға назар аударайық. Қарамен жазылған сөздердегі н мен ың дыбыстарын жеке айтып, олардың айтылу ерекшеліктерін байқа дейді. Бұл жерде қарамен жазылып тұрған сөздер қандай сөздер, балалар? Кең және кені, е? Бұл жерде кең деген сөзде ың әріпі қолданылып тұр. Кең деген сөздің мағынасы, балалар, үлкен, байтақ, дарқан деген мағынаны білдіреді. Яғни байтақ далам деп жатамыз, е? Бұл бөлме үлкен екен, немесе кең екен деп жатамыз. Мінеге сондай кезде, сондай мағынада қолданады екен. Ал кені деген сөзде, балалар, н әріпі қолданылып тұр, я? Ал бұл кені деген сөздің түбірі кен деген екен. Кен деген сөз екен. Ал кен деген сөздің мағынасы, балалар, қазба байлық деген мағынаны білдіреді. Яғни кен қазушылар деп жатады, немесе кеншілер деп жатады. Яғни бұл
жер асты қазба байлықтарын қазатын адамдар екен, яғни сондай мамандықтың иелері екен, кеншілер деген. Олар не қазады екен? Кен қазады екен, иә? Ал кен дегеніміз не екен? Жер астындағы пайдалы қазба байлықтар екен, иә? Олай болса, балалар, енді келесі тапсырмаға жаттығуға назар аударайық. 55-ші жаттығу. Жаңылтпашты оқып жаттап ал дейді. Егер сенсең, баққа енсең, сан түрлі гүл құлпырар, әдемі өңшең дейді. Енді тапсырмаға назар аударайық. Сенсең, енсең, өңшең сөздерінің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап біліп ал дейді балалар. Балалар, бұл жерде сенсең деген сөз илансаң деген мағынаны білдіреді. Яғни маған сенші, иә? Менің сөзіме сенші деген кезде қолданылатын сөз екен, иә? Енсең деген сөз кірсең, өтсең деген мағынаны білдіреді. Яғни баққа енсең деп тұр ғой. Яғни баққа кірсең, бақ дегеніміз не? Әрине, түрлі жайқалған гүлдер өсетін, түрлі жеміс ағаштары өсетін, жаңағыдай біздің көккембек бағымыз, иә? Яғни баққа кірсең деген мағынада айтылып тұр. Ал өңшең деген сөздің мағынасы бәрі бірдей деген мағынаны білдіреді екен. Яғни сан түрлі гүл құлпырар, әдемі өңшең дейді. Яғни барлығы да әдемі деген мағынаны білдіреді екен. Енді балалар, 56-шы жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнына н-ың әріптерінің тетісін қойып көшіріп жаз дейді. Балалар, ендеше жаңағыдай бұл сөздерді, бұл өлең жолдарын бірге оқиық. Ел жайлауға қонды, малдары қоңды. Айтамын шын, бұл шың. Балалар тоңды, киді тонды. Балалар, мінекей, бұл көп нүктелердің орнына осындай әріптерді қойып, сөздерді, сөйлемдерді толықтырдық, иә? Ендеше осы жаңағыдай жаттығуды жақсылап көшіріп алыңдар. Көшіріп болғанша видеоны тоқтатып қойсаңдар болады. Ендеше 57-ші жаттығуға назар аударайық. 57-ші жаттығуда бізге былай деп тапсырма берілген. Дөңгелек сөзінен бірнеше сөз ойлап шығар дейді. Балалар, бұл жерде дөңгелек сөзінен біз әріптерінің орындарын ауыстырып, түрлі мағына беретіндей сөздер табуымыз керек. Олай болса, мынандай сөздер шығаруымызға болады екен, иә? Дөң деген сөз шығаруымызға болады екен. Өң, ел, елек, лек, кел, елге, ең. Мінекей балалар, осындай сөздерді құрастыруға болады екен. Бұдан да басқа сөздер құрастырған болсаңдар, ойлап шығарған болсаңдар, комментарияға жазып кетулеріңе болады балалар. Балалар, ендеше біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерді келесі сабақта асыға күтетін боламын. Олай болса, келесі кездескенше сау болыңдар балалар.